Жедел хабарламаларды жеткізуді жалғастырамыз. Лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Жаңа жыл түні еліміз бойынша 518 адам құтқарылды. Өткен тәулікте 31 желтоқсанда Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігі күштері 163 шығу жасады. Оның 94-ті өрттер мен жану оқиғаларына, 68 іздестіру, авариялық құтқару және басқа да жұмыстарға деп хабарлайды Сарбаз KZ. Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Бұл ретте 518 адам, оның ішінде 65 бала құтқарылды және эвакуацияланды. Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарды өрт қауіпсіздік шараларын сақтап, дауыл туралы ескертулерді, ауа райының өзгеруін, жолдардың жабылуы туралы хабарламаларды бақылап, алыс сапарларға шықпауға шақырады. Ауылдық жерлерде тұратын тұрғындарға ауа райы нашарлаған жағдайда алыс қашықтыққа жаяу жүруден бас тартуды ұсынамыз деп ескертті Төтенше жағдайлар министрлігі.